қазіргі енді ең жас салалық кәсіподақ болғандықтан бұл енді цифрлық салалық кәсіподақ деп атауымыз керек. Біріншіден, бұл ең бірінші электронды база дейді. Бұрынғы таңда қазіргі 22 салалық кәсіподақтың ішінен бәрі ескілікпен келе жатқан. Қазіргі таңда біз цифрлық дүниеде барлық мүше өзінің қай салалық кәсіподақта, қай неде электронды түрде біле алады. Бұл біріншіден. Электрондық қосымшамыз бар. Смартфон арқылы өзін қай жерде мен тіркей аламын, қандай көмегім бар екенін бұл тегін түрде алынады. Бұл бірінші, екінші мәселе. Үшінші мәселе, біз қазіргі еңбек шарттарын осы цифрлық түрде дайындау үстіндеміз. Бұл енді еліміздің ең басты саясат болып табылады, сондықтан да біз де осыған көмегіміз көрсету үшін елеп отырғанымыз бір тұшпақ, сондықтан да жан-жақты көрсетуіміз біздің басты мәселеміз болып табылады. Екінші мәселе, үшінші мәселе, бұл енді жаңа айтып кеткенде осы ортада көбінесе жастар бар, басқа да қызметкерлер бар, оларды тарту мәселесі. Қалай тартамыз? Біз біріншіден қазіргі таңда профклуб өзінің көмек акциясы жөніндегі сондай бір үлкен бір сатыны алға қойдық. Бұл не көмектеседі? Яғни кәсіподақ мүшесі, ынтымақтың кәсіподақ мүшесі болғандықтан бізде осындай бір акциямыз бар, яғни 100% кэшбэк. Бұндай кэшбэк қазіргі таңда мүмкін Қазақстанда да, Орта Азияда ондай жоқ. Яғни сіз бір теңгеңіз бір бонус болып қайтарып келеді. Ол үшін сіз ынтымақтың кәсіподақ мүшесі боласыз. Егер де сіз алып жатқаныңыз бір тауарыңыз, мәселен 10 000 теңге алатын болсаңыз, сізге 10 000 бонус қайтадан сізге өзіңіздің жалпы кәсіподақ мүшесі болғандықтан өзіңіздің жаңағы бонус системаңыз қайтарылады. Яғни бұл бонусты сіз басқа да өзіңіздің тіркелген партнерлерімізге қолдана аласыз. Бізде қазіргі таңда партнеріміз көбейіп келе жатыр. Оның ішінде спорттық болмасын, сауықтандыру, шипажайларымыз бар. Болмаса жаңағы басқа да электрондық жаңағы магазиндер бар. Басқа да көптеген осындай партнеріміз көбейіне байланысты жалпы кәсіподақ мүшелеріне, яғни қолдау, оларға көмек көрсету, бонустармен болмасын, басқа да болмасын, қай жақтынан болмасын, біз осы жан-жақты қарастырылып, осындай бір ойымызда міндеттеріміз бар.